Бүгін Айкүн орталығында 4-ші күн емімді алып жатырмын. Келгеніме өте қуаныштымын. Ең бірінші келу себебім әйел адамның симфизит, көптеген босанудан кейінгі аурулардан ем алуға келдім. Келгеніме өкінбеймін. Емі шілтетерін 3 күн алдым. Шілтетерінің өзінде де керемет сезімде жеңілдік деген массажның өзінен де керемет өзімде сезім болды. Орталықтың ұжымдастары да өте қарапайым. Атам заманымыздан келе жатқан құйрық май ғой. Құйрық майдың пайдасын бар екен осы орталықтан бірінші рет естігенде өте жүрегіме, өзіме, адам ішкі дүниесіне жылу сезілді. Сол үшін де келген болатын. Қойды майын өзім кішкентай кезімден де жақсы көрем. Бұл жерге келіп бүткіл денеме қойды майын шөп дәрісімен ем алғаннан әрі іштей жегізді. Шұжығын деген айтсаңыз, дәмді алмасымен оны жылтып бере отырып, еще үйге алдыртты. Әрі омега, кальций, сырт дене бітімімізбен де ішкі ағзамызға да өте пайдасы тиетінін осы жерден нақты пайдалы кеңес алдым. Тілерім тек ары қарай өркендей берсін, өсе берсін. Қалған ханымдарға айтарым, келіп өз денсаулықтарыңызға вложение жасап, не дейді, ем алып, өте керемет сезімде күш, энергия. Әйел адам көптеген ауруларды жинап алады денесінде. Содан кейін Айгүл ханымның айтуында естіп қалғам, тотығу процесі негізінде адам энергиясы азая бастайды. Сонда орталыққа келіп энергияларыңыз жаңарып, ем алып жүре беріңіздер.